Алла Тағала сират көпірін тігеді тозақтың арқасына. Бұл Алланың уәдесі, ешкім жоқ сендердің іштеріңде тозақтың жанынан өтпейтін деген. Сосын Алла Тағала фаюхтали кулли инсанин, сол жердегі аман қалған адамдардың барлығына, әр қайсысына, мин мунафиқин, мұнафиқына да, мұъминіне де нұр береді дейді Алла Тағала. Мұъминдерге шынайы нұр, мұнафиқтарға жасанды нұр. Сол нұр беріледі, хасаба амалихи, әркімнің амалына сай нұр беріледі дейді. Фаминхум мен юғата нураху кал джабалил азим, олардың іштерінде өзіне берілген нұры дейді, үлкен таудай болатын біреулер болады дейді. Қараңыздар, ең сабырлылары да, ең мықтыларымыз іштеріміздегі, рухани тұрғыдан да, күллі тұрғыдан да. Сонда жағына тау, үлкен таудай нұр дейді, бәйна ядайхи, алдына қойылады дейді. Нұр жылжып баратыр да, ол нұрға ілесу керек болды. Бұл жарық. Ваминхум мен кана нуруху асғара минху, біреудің нұры бұдан аздау болады дейді. Алдынан қойылатын нұрды айтып жатыр да. Одан кейін айтады, ваминхум мен юғта бияминихи, оң жағынан берілетін нұрды айтып жатыр. Каннахла, үлкен құрма ағашы секілді дейді. Жарқырап тұрған нұр анау оң жақта тұр да. Сол нұры беріледі. Ваминхум мен кана нуруху асғара мин залика, ал енді біреулерге оң жағынан қойылған нұры бұдан да азғантай болады дейді. Осылайша нұр беріліп, хатта якуна раджулун, қараңыздар. Сөйтіп бір адамға дейді, берілген нұры, нуруху, ала ибхами қадамайхи, аяғының башпайында ғана болады дейді кішкентай нұр. Башпайында нұр болады дейді. Фаюду умарра, ваютфи умарра, біресе өшет, біресе жанат. Иза адуақ қаддама қадамаху фамаша, жанып қалса болды, табан жылтып бір жылжайды дейді. Өшіп қалса тұрады дейді. Тас қараңғы, асты тозақ тас қараңғы. Сираттың үстінен басқа жол жоқ жәннетке қарай. Осы дүниеде Алла Тағала жолымыздың өзін Фатиха сүресінде сиратул мустақим деп атқаны. Бұл сиратул мустақимда біз қаншалықты болдық? Соны жаңағы сираттан өткізеді екен ғой бізді. Міне осылай жағдайлар әркімнің өзіне берілген нұры болады. Сөйтіп Алла Тағала бұйырады екен, фамурру, өтіңдер сираттан деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, мұъминнің жаңағы жарығы дейді, үлкен жарық берілген нәрсе. Фатанжу аувалу зумратин, ең әуелгі сираттан өтетіндер дейді, кәл барық, найзағай секілді өтіп кетеді дейді. Найзағайды білесіздер ғой, қас қағым сәт қана болады да, бар жоқ болды. Сираттың ар жағында тұр. Күллі еңбегі Алла Тағала соны өсіріп тастаған және. Қараңыз. Сол күнге дейін жаңа шыдау деген нәрсе бар да мұъминнің өмірінде. Шыда, парызды орында, шыда, харамнан тыйыл, шыда, жина ертеңгі сираттың үстіне. Өйткені ол саған керек нәрсе деп отыр ғой Алла Тағала. Міне олар өтіп кеткеннен кейін суммаллазина ялунахум каадуаи наджмин дейді фиссама. Одан кейінгі өтетіндер ана аққан жұлдызды байқайсыздар ғой аспанда. Сол аққан жарық жұлдыз секілді ағып өтеді дейді. Одан кейінгі ғұламалар бүгін ғана жетіп жатыр ғылымда ең жылдамдық жарықтың жылдамдығы екендігіне. Алла Тағала оны осы 14 ғасыр бұрын сөйлеп берген бізге. Жарық жылдамдығы болатын. Ол нұр, құлдың амалы, және оны Алла Тағала өсірген. Сосын ол тек қана жарық емес, жолды көрсететін сираттың үстінде. Ол жылдамдық екен де. Ана зу өтіп өткізіп жібереді екен ар жаққа қарай. Міне сөйтіп әуелгілері найзағай секілді, одан кейінгілері жұлдыз секілді, одан кейінгілері камарри рих, ең жылдам жел секілді дейді. Одан кейінгілері камарри тойр,
ұшқан құс секілді. Құстың жылдамдығын айтып жатыр да. Одан кейінгілері камарри ажавидел хойли уаррикаби. Сосын жердің бетінде қандай ең әдемі тұлпарлар болса дейді, шабысы күшті көліктер, сол жылдамдықтар кетеді дейді одан кейін. Сосын жаңағы әлләзи кана юхту нуруху ала ибхами қодамейхи. Жаңағы аяғының башпайына ғана нұр берілген адам яхбу дейді, сүрініп жығылады ала важхихи, жүзіне дейді, сираттың үстіне. Сираттың үстіне қарай жығылады дейді. Ала ядейхи ва риджлейхи, төрт аяқтап. Бұның барлығы пайғамбарымыз саллаллаху айтады, ол сират дейді. Ала жамбетей сират хататиев. Жаңағы сират өзі хаттиссейф, өткір қылыштың жүзіндей дейді. Жаңағы періштелер әуелге бұл сират жаратылып қойған кезде көріп, Раббылардан сұраған, Раббымыз мынау не? Ол сират дейді. Раббым, мынадан кімді өткізесің? Таңғалып жатыр, мынадан қалай өтуге болады? Нужизуху мен аша. Мен ғибади, құлдарымнан кімді қаласам, соны өткізем деген кезде періштелер қорқып кетеді. Соны құлшылықтарын еске алады да өздерінің. Субханака ма абаднака хаққа ғибадатик. Раббымыз, біз саған лайықты құлшылық қылмадық. Бізді өткізе көрмеш деп жатыр ғой жерден. Надан өту мүмкін емес дейді. Біз ондай лайықты құлшылық жасамадық, надан өте алатындай деп жатыр да періштелердің өзі. Қараңыз. Міне сол нәрсенің үстінен Раббымыз өткізуді қаладым дегеннен кейін өткізеді екен деп білесің. Ала жамбетайы сират хототиф. Сираттың екі жағында ұстап алғыш нәрселер болады дейді бүйтіп. Хототиф дейді, яхтафу, жұлып алады, ұстап алады деген нәрсені білдіреді. Ва калалип, имек темірлер дейді мынандай. Имек темірлер болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сосын жаңағы хасакатун лахашаука, тікенегі бар бұталар секілді. Мен білмеймін дейді, оның көлемінің қандай үлкен екендігін дейді. Солардың барлығы маъмуратун, әр қайсысына бұйрық берілген дейді. Қараңыздар. Мән умират би ахси мән умират бихи. Осындай пәленшені жұлып аласың деп. Әр қайсысы жұлып алатын адам бар дейді. Сонда сираттың үстінен өткізуде құрметті жамағат. Бұл сондай бір қиын жағдай. Алла Тағаладан дұрыс қорқуды үйрене алмасақ, өте адамның ең жаңағы шынайы бейнесі ашылатын жерді бұл. Сондай-ақ осы дүниеде Алланы қаншалықты қадірлемедік, сол қадірдің орнын толтырғызады екен сираттың үстінде. Қаншалықты қорықпадық, сол қорқынышты сираттың үстінде толтырады орнын. Ол сондай қиын болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көптеген адамдарға. Жұлып әкетеді. О минхум ма юбаху. Іштерінде болады дейді біреулер, құлап кетеді дейді ары қарай. Міне. Фаюджғалу ала жамбатайхи. Сосын Алла Тағала екі жағына екі жаратқан нәрсесін алып келеді. Біреуі аманат, біреуі рахим, туыстық байланыс дейді. Кімге наразысың, жұлып ала бер деп айтады екен. Біз сол сираттың үстінде Раббымыз өткізмесе ұсталуға баратқан адамдар екенбіз ғой негізі. Әрбір ғайбаттың күршегі болады. Білмейсің оны, біз күтпейміз оны да. Әрбір өсектің күршегі болады.